Димитров көшесіндегі 74/1 үйдің тұрғындары пәтерлерінің суықтығын айтып шағымдануда. Олардың айтуынша қазанның біріне үйлер жылынбайды. Антон пәтердің салқындығынан кішкентай қызынан аурудан шықпай қойғандығын айтады. Күн болса суытып барады. Қайда хабарласа да тұшымды жауап алмағандықтан бізге шағымданыпты. Обращались в КСК, в ОКЖПС звонили, в ОКЖПС позвонил, они трубку взяли. Мужчина какой-то взял трубку. Я говорю, здравствуйте, он здравствуйте. Я говорю, это ОКЖПС? Он говорит, нет, трубку бросил и все, даже разговаривать не стал. А в КСК звонишь, они говорили, сначала это ОКЖПС, потом начали уже говорить, что это из-за долгов. Пока долги ваш дом не погасит, вы будете сидеть без отопления. Тұрғындардың айтуынша бір жылдан бері үй жеке пәтер иегері кооперативінің құрамынан шыққан. Қазір тұрғын үй комитетіне қарайды екен. Берешек қарыздарын өтемесе жылу бермейміз деп отырған осы тұрғын үй комитетіндегілер екен. Осы үйдің 37-ші пәтерінің иегері коммуналдық қызметке төлемдерін жасап отырған біздер біреулердің қарызы үшін неге жапа шегуге тиіспіз дейді. У многих людей есть долги из-за этого. Көп тұрғындардың берешек қарыздары бар, бірақ біздің қарызымыз жоқ қой. Біз неге жапа шегуге тиіспіз? Мен телефон шалып өзгелердің берешектері үшін біз неге жылусыз отырамыз деп сұрадым. Оларды сотқа беріңіздер, білмеймін. Біз жапа шекпеуге тиіспіз ғой. Тұрғындар 28 күннен бері жылмай тұрған пәтерлерінде бүгін жылудың көтерілгендігін айтады. Біз тұрғын үй комитеті басшысына жолығып, үйдің дұрыс жылымауының себебін де сұраған едік. У нас была такая проблема. Біздің қиындығымыз жертөледегі жылу беретін тетікке байланысты болып отыр. Негізгі тұрған тетік бүткіл үйді қамтамасыз ете алмайды. Оған себеп тұрғын үйлер жылу құбырларын ауыстырмаған. Біреулері ауыстырғанмен бір пәтерлердегі құбырлар кеңестер кезеңінен тұр. Су толық айналмайды. Сондықтан жылу дұрыс берілмейді. Осыдан келіп тұрғындар шағымдануда. Бізден жылу беру талап етеді. Бұған дейін күн жылы болды ғой. Ертең ОКЖПСке барып жылудың температурасын көтеруді сұраймыз. Шағымданушылардың дені көрсетілген қызметке өздері төлем жасамайтындар. Олар қоқыс шығаруға да жөндеу жұмыстарына да төлем жасамайды. Сөйтіп отырып, жылу беруді талап етеді. Тұрғын үй комитеті басшысы тұрғын үйге жылудың дұрыс жетпеуі пәтерлердегі жылу құбырларын бітеліп қалуына байланысты дейді. Сонан су дұрыс айналмайды. Бұл тұрғындардың өз кінәсінен деп отыр комитет басшысы.